Мерейлі мерекедегі шаралардың басым бөлігі ашық аспан астында өтетін. Алайда бұл жылы ауа райының күрт ысып кетуіне байланысты халықаралық күнгі салтанатты жиындар Достық үйінің мәжіліс залына ойысты. Карантин режиміне байланысты жиналған бүлдіршіндер саны 30-дан аспады. 1 маусым балаларды қорғау халықаралық күні ол ең ізгіге толы, жылдыққа толы керемет мереке. Ол мереке күні барлық ата-аналар өздерінің балаларына бақыт тілейді. Балаларының дені сау болғанын, балаларының білімді болғанын, ақылды болғанын, тәрбиелі болғанын қалайды. Біздің облыстық Қазақстан халқы ассамблеясы жылда дәстүрлі түрде этнос өкілдерінің балаларына осындай мерекелік шара ұйымдастырады. Бүгінгі күні біз балаларымыздың басын қосып, сурет салу байқауын өткіземіз. 30-ға жақын бала қатысады. Балалардың біреуі де сыйлықсыз қалмайды. Шараға жиналған ата-аналардың да бүлдіршіндердің де көңіл күйлері көтеріңкі. Достықтың шаңырағында шаттықтың шуағы шашырап, әртүрлі ойындар ойнатылып, бүлдіршіндердің арнайлап жаттап келген тақпақтары тыңдалды. Бірде-бір бала марапатсыз, сыйлықсыз қалмады. Бүгін Достық үйінде ұйымдастырылатын мерекеге қыздарымда келдім. Жалпы өте көңілді, жақсы өтіп жатыр. Ұйымдастырушыларға үлкен рахмет. Бәрі жақсы болып жатыр. Бала елдің болашағы, халқымыздың айнасы, жоғарғы буынның көлеңкесі. Баланы махаббатыңа бөлеу үшін бір күнді күту міндетті емес. Алайда 1 маусым күнделікті қарбаластан босатылып, кішкентай бүлдіршіндерге ерекше уақыт бөлуге арналған айрықша дата. Динара Бақытжан, Қанат Шалабаев, Серікбол Желдербаев, Қызылорда қоғамдық телеарнасы.